الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. Haqiqatында барлық мақтау әлемдердің Раббысы Алла Тағалаға тән. Алла Тағаланы мақтаймыз, одан жәрдем сұраймыз, оған тәубамен ораламыз. Алла Тағаланың игілігін, сәлемін, берекесін ардақты да асыл сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға нәсіп болуын сұраймыз. Құрметті достар, құрметті мұхтарам жамағат, Алла Тағала баршаларымызға кемел иман, шынайы тақуалық, өте пайдалы білім және көркем мінезді баршаларымызға нәсіп етсін. Бүгінгі тәлім тәрбиеміз Юнус сүресінің қасиетті Юнус сүресінің 26-шы аятына тоқталамыз иншалла. Осы 26-шы аяттағы тәлім тәрбиеге мағыналай тәпсіріне тоқталып иншалла барынша осы әрбір жаттаған аяттарымызға амал жасап және оқыған аяттардың мағынасын, соның құндылығын бізге Алла Тағала қандай бір айтқысы келіп тұрған ұлы мағыналар болса, соны өте терең деңгейде түсінуді Алла Тағала нәсіп етсін. Енді осы Юнус сүресінің 26-шы аятының мағынасына бір-бірден жеке-жеке сөзбе-сөз тоқталып иншалла дәрісін талқылайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Өте рақымды әрі мейірімді Алла Тағаланың атымен бастаймын. Алла Тағала былай дейді: Лиллазина ахсанул хусна ва зияда ва ла ярхақу уджухахум қатар ва ла зилла улаика асхабул джаннати хум фиха халидун дейді. Мағынасы Лиллазина ахсанул хусна ва зияда деген ахсанул хусна ва зияда. Ахсану деген бұның тәлім тәрбиесінде, Ибн Кәсирдің тәпсірінде, басқа да көптеген тәпсір кітаптарында мұхсин кісілер деп тәпсірлеген. Ахсану деген мұхсин. Мұхсин дегеніміз не? Мұхсин дегеніміз әрбір ісін Алланың көріп тұрғанын сезініп жасайтын адамдарды айтады. Жаңағы ихсан туралы пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның атақты әйгілі бір мәшһүр хадисінде келеді ғой. Жибрил періште келіп ихсан туралы сұраған кезінде, ихсан дегеніміз сен Алла Тағалаға құлшылық ғибадат жасағанда, яғни сәжде жасағаныңда, Алла Тағалаға дұға жасағаныңда, Алла Тағалаға жалынып жалбарынғанда, немесе қандай да бір жақсы ізгі іс жасағаныңда Алла Тағаланы көріп тұрғандай жасайсың. Алла Тағаланы көріп тұрғандай сезініп сөйтіп жасайсың. Енді ондай деңгейге жете алмасаң да, яғни Алла Тағаланы көріп тұрғандай деңгейге жете алмасаң да, Алла сені көріп тұрғанын сезініп жасауың. Міне, бұл ихсан деп айтылады екен. Көрдіңіз ба? Міне, өстіп жасайтын кісілерді мұхсин деп айтады. Яғни көркем амал жасаушы, әрбірісін Алла Тағала көріп тұрғанын сезініп жасайтын адам, бұл енді иманның ең үлкен шоқысына, ең үлкен биігіне шыққан шынайы тақуа озат жандар деп айтсақ артық болмайтын шығармыз. Міне, Алла Тағаланың емтиханынан ең үздік нәтижемен тамамдап Алланың алдында озып келген адамдар деп айтсақ артық болмаймыз. Міне, сол өзінің жаңағы жасаған амалына, өзінің жаңағы жеткен жетістігіне сай сол адамдарды бірінші очередке қойып не деп айтып жатыр? Лиллазина ахсанул хусна, сол мұхсиндер дейді. Хусна дейді. Ең көркем сый болған жәннат болады дейді. Көрдіңіз ба? Жәннат болады. Сосын не деп айтып жатыр? Ва зияда. Және артығымен болады дейді. Сол артығымен, зияда дегенді Алла Тағаланың жамалын, Алла Тағаланың дидарын көру нығметі де нәсіп болады деген екен. Көрдіңіз ба? Яғни осы жерге кішкене сәл кідіріп кеңірек тоқталып кетейік. Қасиетті Құранда осы аяттың несін мағыналай тәпсірін хадиспенен шарықтайтын болсақ, пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам хадисінде керемет келтіреді. Жәннатқа кіретін адамдар жәннатқа кіріп болғаннан кейін ең жәннатқа соңында кірген адамның өзі Алла Тағала сұрайды екен:
сен ризасың ба деп. Жәннатқа кіреді ғой. Жәннатқа кірген адам енді көз көрмеген, құлақ естімеген, адамның жүрегіне кіріп шықпаған Алланың шексіз ұлы нығметтеріне қолы жетіп, ең үлкен бақыттың төбесіне шығып, енді оны тілмен сипаттау оған адамның шамасы жетпейді. Өйткені оның бәрі ғайыпқа иман, оның бәрі ғайыпқа иман. Сондықтан енді біз қасиетті Құранның деңгейінде, хадистің деңгейінде ғана шектелеміз. Оны көзбен көріп, бүйтіп, қолмен ұстап, оны ақиқатын біз білмейміз. Оны қиямет күні ғана Алла Тағала нәсіп етсін, нәсіп етсе қиямет күні ғана шын ақиқатын көретін нәрсе жәннат, нығмет. Сонда ең соңғы кірген адам жәннатқа Алла Тағала айтады дейді, ризасың ба деп. Сонда ризамын дейді екен. Сосын жаңа Алла Тағала айтады дейді, және ұмытып қалған нәрселерің бар ма деп, сұрайтын нәрселерің бар ма деп айтқан кезінде, енді анау керек еді, мынау керек еді деп сұрайтын нәрселерің бәрі бітеді дейді. Сосын Алла Тағала оның ұмытып қалған нәрселерін есіне түсіреді дейді. Мынандай сұрайын деп жүр едің ғой жәннатта осындай нәрсе болса екен деп айтушы едің ғой, ойлаушы едің ғой. Міне осындай нығмет бар жәннатта, сен білмейтін мынандай нығмет бар. Соның бәрін беріп болғасын, енді ризасың ба дегенде, ризамын Раббым Алла, ризамын дейді екен. Сол кезде Алла Тағала айтады дейді, осы берілген нығметтердің 10 есесі деп айтылады екен. Жаңағы хадисте келгеніне де. Сондықтан осы ең соңғы жаңағы өркениетке, жәннаттың ең соңғы жәннаттың патшалығына қолы жеткен жаңағы жәннат иесі, мысалға бәрі алатын затын алып жететін жетістігіне, дәрежесіне жетіп болғаннан кейін бүкіл жәннат әхлі жәннатқа Алла Тағала былай деп айтады дейді, ризасыңдар ма, ризасыңдар ма, ризасыңдар ма деген кезінде жәннаттықтар, Алла Тағалам, біз саған қалай риза болмаймыз? Әлем нудхилнал жәнната, бізді жәннатқа кіргізген жоқсың ба? Уәде еткен жәннатыңа кіргізген жоқсың ба? Біз сол жәннаттағы жақсы нығметтердің көбісін таппадық па? Енді біз саған қандай уәж айтамыз деп Алла Тағалаға солай деп айтады дейді. Сол кезде зияда деген сол артығымен жәннатқа кірген кісілерге жәннаттың нығметі бар, және жәннаттың нығметінен де артығы бар деген Алланың дидарын, Алланың жамалын көру нығмет екен. Сөйтіп Алла Тағала нұрдан болған пердесін ашып, сөйтіп жәннат иелеріне өзінің жамалын, дидарын көрсетеді дейді. Алла Тағаланы көреді екен. Басқа бір хадисте келгенде, иннакум сатарауна раббакум деп айтқан, сендер Раббыларыңды мынау 14 күндік толған айды дәл қалай ап-анық көріп тұрсыңдар, жәннатта Раббыларыңды дәл сондай айқын, ешкім қиналмай, мен де көрейінші деп жаңағы таласу деген адам пенделік бір ой келуі мүмкін ғой. Ондай нәрсе жоқ. Ап-анық, қиналмай, жаңағындай қайғырмай, үмітсізденбей, күллі кемел жаңағы ақидамен көресіңдер деген. Иннакум сатарауна раббакум. Көрген кезінде де ол адам баласы енді ол жәннаттың нығметінен де артық екен. Жаратушы Раббы Алланы көру, ол жәннаттың нығметтерінен де ұлы. Көрдіңіз ба? Одан да ұлы. Көрдіңіз ба? Жәннаттың ішінде енді үлкен нығметтер бар ғой, жаңа да айттық қой, көз көрмеген, мәлә айнун раат, көз көрмеген, уәлә ұзун самиат, құлақ естімеген дейді. Уәлә мә хатара аля қалбил башар дейді. Адамның жүрегіне ойына келмеген ұлы нығметтер бар деген. Осы нығметтердің қасында Алланың дидарын көру деген бұл шексіз нығмет екен ғой. Көрдіңіз ба? Бұл әхлі сүнна уәл жамаа ақидасы бойынша бұл хақ, пайғамбарымыздың хадисінде келген, міне Құранда да келген, Алла Тағаланы көреміз, иншалла. Егер бұл аят және жеткіліксіз деп айтып тұрсаңыз, Қиямет сүресінде нақты Алла Тағалаға қарап тұрады деген аят бар. Иля раббиға назира. Ол аяттың мағынасын және тоқталып айтып кетейін. Уджуху яумайдин назира дейді. Қиямет күні кейбір жүздер нұрланып жарқырайды дейді. Уджуху яумайдин назира. Иля раббиға назира. Раббысына назар салып қарап тұрғаннан дейді.
Көрдіңіз бе? Яғни тіптіке ешқандай бұрмалаусыз, ешқандай қиындықсыз түсіне салатын аят мына. Мысалы қараңызшы, иля раббиңа назира. Мысалға кейбір аяттарды бүйтіп тәпсірлеу мүмкін ғой. Енді бұрмалау дегенде енді теріс мағынадағы емес, бүйтіп кеңітіп бүйтіп тәпсірлеп, бұл енді назар салу деген нәрсе, бір қарау, назар салу. Не? Иля раббиңа назира, Раббысына қарап тұрады дейді. Не деген сөз ол? Раббысын көреді деген сөз да. Міне, иншалла алла тағаланың өзінің дидарын көруді барлық мүминдерге, мұсылмандарға, мен мұсылманмын деген пендеге нәсіп болсын. Енді одан артық ұлы нығмет жоқ. Көрдіңіз ба? Алланың өзін көру деген, міне, ғайыптың ең соңғы жемісі. Алла тағалаға ғайыбына иман келтірдік қой, алла тағаланы көрмей, бар ол хақ, ол жалғыз деп, міне, алла тағаланы көру нығметі енді субханалла, одан асқан бақыт жоқ қой, субханалла. Содан әрмен қарай аят жалғастыратын болсақ, сол алла тағаланың дидарын көретін адамдардың енді жәннаттағы қасиетін, жәннаттағы дәрежелерін сипаттайды. Олардың жүздеріне қара дақ немесе уайым, қайғы түспейді дейді. Қатару деген қара дақ. Яғни олардың жүзі қараймайды дейді да. Қалай қараяды? Раббы алла тағаланың дидарын көріп тұрса, қалай қараюы мүмкін ол? Және қорқыныш немесе қорлық баспайды дейді. Яғни ең ғиззет, ең ұлы абырой соларда болады дейді. Улайка асхабул жанна, әне солар нағыз жәннаттықтар, хум фиха халидун. Олар мәңгі бақи сол жәннатта қалады дейді. Енді имам Муслимнің риуаятында келген бір хадиспен осы нені тамамдайық иншалла. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам бір хадис шәріфінде былай дейді: инна фил джаннати суқун дейді. Инна фил джаннати асвақун деп келеді. Жәннатта бір үлкен базар бар дейді. Жәннатта үлкен базар бар дейді. Әр жұма күні, біз жұма намазына мешітке жиналамыз ғой. Дәл сондай жәннаттықтар сол базарға жиналады екен қиямет күні. Көрдіңіз ба? Жәннаттағы құндылық, мысалы кейбір дұрыс түсіндіре алмаған бауырларымыз жәннатты енді құндылықтарын басқаға, мысалға жәннатта осындай қорғыздар бар екен, осындай екен, бір адамға осындайлардан беріледі екен, ана бір құмарлықтығына айтып сонымен шектеп қояды да. Жоқ, жәннаттағы құндылық одан да жоғары. Жәннатта ең үлкен өркениет, жәннатта ең үлкен салтанат, ең үлкен ғылым, білім сол жәннатта. Көрдіңіз ба? Яғни не деген сөз? Мысалға, жаңа хадисте шарықтайтын болсаң, ол жерге жәннатта сіз өмірде армандаған бір ұлы кісілеріңіз, мысалға, көрсем деген кісілеріңізді сол базарға жинайды алла тағала. Мысалға, Мұхаммед пайғамбарымызды көрсек, сол кісімен сұхбаттасақ, немесе Әбу Бәкір разиаллаху анхуды көрсек, немесе Абылай ханды көрсек қой өтіп кеткен, Қасым ханды көрсек қой деген сияқты бір армандар болады. Кезінде өтіп кеткен Қабанбай батырды көріп, бір отырып дастарханда болып шай ішсек қой деген сияқты нәрселер болуы мүмкін ғой. Мысалға, сол құндылық, жәннаттағы құндылық не көрдіңіз ба? Ол басқа, ол жаңа құмарлықтан да, ол құмарлық деген ол біздің адами пенделікпен айтып жатқан нәрселеріміз ғой. Жәннаттағы өркениет, құндылық одан жоғары. Көрдіңіз ба? Ғылыми, біліми, көрдіңіз ба? Адами, имани, рухани құндылықтар ол жоғары құндылықтар. Көрдіңіз ба? Содан неден кішкене құмарлықтан жоғары көтеріліңіздер, ойды кеңітіңіздер деген мақсатта айтып жатырмын да. Осы дүниеде де әйтеуір адамдардың бәрі осы ана ел сұлу екен, ана елдің фигурасы мындай екен, анау мындай екен, мынау мындай екен деп әйтеуір темалар сондай болып кетті. Ол тема, ол пәс темалар ғой, төмен. Белден төменгі нәрселерді қалдыру керек осы өмірдің өзінде мысалға да. Енді ол адамның жаратылысы, фитрасы ол болады ғой енді, ол төменгі нәрселерді, бірақ адамның ақылы одан белден жоғары тұрғаннан кейін, адамға ақыл бергеннен кейін ол жоғары нәрселерді қамту керек та, жоғары нәрселерді ойлап үйрену керек иншалла. Сонымен жаңағы базарға барады жәннаттықтар әр жұма күні. Сөйтіп солтүстіктен бір жел соғады деген. Сөйтіп ана жел жәннатқа кірген адамдардың мынау бетін сипап өтеді деген бүйтіп.
киімдерін сипап өтеді деген. Сөйтіп олардың жәннатқа кірген адамдардың жүзінің өзі сұлу болады ғой. Сол сұлулықтарына сұлулық қосылады екен, мынау киімдеріне әсемдік қосылады екен. Сөйтіп өте көркем бейнеде ең үлкен салтанатпен өзінің отбасына оралады екен. Сөйтіп жаңа үйінде күтіп отырған өзінің жаңағы жұбайы жолдасы Алла тағаланың атымен ант етейін, сен кешегі күнгі сұлулықтан да не деген көркем әсемденіп кеткенсің деп айтады екен. Ол кісі де өзінің жаңағы жұбайына сөйтіп отыр. Яғни көрдіңіз ба? Жәннатта әр уақыт сайын, әр сәт сайын даму, руханият, даму болады екен, көрдіңіз ба? Бір нәрседе бүйтіп тұрып қалу деген нәрсе болмайды жәннатта ше. Дамыта деген Алла тағала, көрдіңіз ба? Оның жамалы, оның әсемдігі, оның әдемілігі, оның білімі, оның жаңағы руханияты, күллісін Алла тағала дамыта береді. Дәреже деген сол, көрдіңіз ба? Жәннатта рухани. Дауахум фиха субханакаллахумма. Жәннаттықтардың дұғасы дейді, субханалла, субханалла деп тұрады дейді. Ең ақырғы уахиру дауахум анилхамдулиллахи рабб. Ең ақырғы дуасы, ең ақырғы айтатын сөздер жәннаттықтардың алхамдулиллахи раббил аламин. Міне мынау руханият, руханияттың ең ұлы шыңы осы, көрдіңіз ба? Субханалла дейді екен. Олардың ең бірінші айтатын сөзі субханалла, субханалла, субханалла. Яғни Алла күллі кемшілік атаулыдан пәк деген сөз. Ең соңғы сөздері уахир дауахум анилхамдулиллахи рабб. Әлемдердің Раббысы Аллаға мақтау болсын деп аяқталады дейді. Көрдіңіз ба? Енді мынаны тәпсірлеудің өзі енді адамға бұл мына айтылған жаңа нелерді ешбір ғалымның, ешбір ғұламаның несі жетпейді, білімі, көрдіңіз бе? Өйткені оның мағынасы кең. Мына жаңағы айтылған сөздердің мағынасы өте ауқымы кең да. Өйткені Алла шексіз ғой. Алланы сен шекті іліміңмен қалай бір жерге жинақтай алайсың? Қалай қоршап аласың? Қоршай алмайсың ғой. Өйткені Алла шексіз құдірет иесі да. Субханалла. Субханакаллахумма ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука.